Сәлем достар, менің атым Данияр, мен банкте жұмыс істеймін. Көбімізде несие бар, сол сияқты менде де бар. Алайда барлығымыз оны қалай дұрыс пайдалану керектігін біле бермейміз. Кейде біз төлемеуге де болатын пайыздар мен комиссияларды төлейміз. Оларды қалайша болдырмауға болатынын қазір айтып берейін. Мәселе мынада, қолма-қол несие мен несие картасының арасындағы айырмашылықты нақты түсініп, оларды дұрыс пайдалана білу керек. Сонымен, қолма-қол несие үлкен ақша сомасы қажет болған жағдайларда керек. Мысалы, сіз ықшамаудан бірінде 2 бөлмелі пәтерде тұрасыз. Қыс жақындап қалды, және де ол суық болатын сыңайлы. Ал сіздің пәтеріндегі терезелер өткен жылы 40 жылдық мерейтойын атап өткен болатын. Ауыстыратын кез келді. Бірақ терезелер көп, а сіз жалғызсыз. Уайымдамаңыз, банкке келіңіз де несие алыңыз, терезелерді ауыстырыңыз. Барлығын бірден. Ал несие картасы керісінше аз әрі жиі болып тұратын шығындары үшін қолайлы. Менің бір досым бар, оның жалақысы менікінен сәл ғана аз. Міне 3 жыл бойы мен оған ай сайын жалақы алғанға дейін 10-15 мың теңге қарыз беріп тұрамын. Мен оның несие картасымын. Бұл несие картасымен қолма-қол ақша алмай, дүкендерде, мейрамханаларда ақы төлеген тиімді. Себебі қолма-қол ақша алу үшін комиссия алынған соманың 3,99% құрайды. Сонымен бірге картада жеңілдік кезеңі бар. Бұл кезең ішінде сіз ақшаны пайызсыз қайтара аласыз. Келесі роликтерде бұл туралы неғұрлым толығырақ айтып беремін. Қорытынды жасайық. Қолма-қол несие бұл бірден алынатын және кесте бойынша қайтаратын ірі мөлшердегі ақша сомасы. Несие картасы бұл аз шығындар үшін қалтаңыздағы үнемі қолжетімді ақша. Жеңілдік кезең жайында ұмытпаңыз. Сәттілік тілеймін достар.